Сәлем достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында осындай дәмді, тойымды спагеттиді томатный соуспен қалай дайындау керек екенін көрсетемін. Ол үшін бізге етімізді осылай майдалап тураймыз, пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды және помидорымызды кубик етіп майдалап турап шығамыз. Помидорымыз көптеу болса, дәмдірек болады. Содан соң қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып, содан соң пиязды салып, сәбізді салып, картошканы салып, бәрін жақсылап қуырамыз. Ең соңында помидорды салып, содан соң 3 қасық томатты салып, жақсылап араластырып, содан соң кішкене су құямыз да, етіміз піскенше бұқтырып қоямыз. Негізі бұл тамақты дайындағанда көбіне тартылған етпенен сосын спагеттиді бөлек суға қайнатып, содан кейін араластырып жатады. Мен олай істемеймін. Мен осылай қайнап тұрған подливаның үстіне сразу спагеттиімізді осылай сындырмай салып, жаймен астын спагеттидің сорпада тұрған жағын вилкамен қозғай отырып, бір-біріне жабыспас үшін. Спагетти толығымен сорпаға батып кеткенше осылай араластыра отырып саламын. Содан соң суы аз болса, кішкене су құйсаңыз болады. Ең соңында майдалап туралған чеснокты салып жіберемін. Содан соң бір араластырып, қақпағын жауып, 20 минутқа бұқтырамын. Мен осындай өте дәмді, өте тойымды, лағманнан кем түспейтін спагеттиіміз, томатный соустағы спагеттиіміз дайын. Дәмі тіл үйіреді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліңіз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет.